Так. Давайте подождем присоединения к нашей. Бізге қосылған көрермендеріміз бар екен. Так. Сонымен қайырлы кеш, құрметті үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, құрметті әріптестер, азаматтық бастамаларды қолдау орталығының алаңына қош келіпсіздер. Бүгін біз жалпы мына үкіметтік емес ұйымдардың мемлекеттік грантқа өзінің өтінімдерін түсіру кезінде бірталай мәселелерді шеше алмайтындығын көріп, осындай эфирді өткізуді жөн көрдік. Мұндай эфирлерді біз алдағы уақытта, яғни мемлекеттік грантқа өтінімдерді түсіру мерзімі аяқталғанға дейін өткізетін боламыз. Добрый вечер, уважаемые представители неправительственных организаций. Добро пожаловать на площадку Центра поддержки гражданских инициатив. Мы понимаем, что неправительственные организации при формировании заявок на государственный грант сталкиваются с некоторыми проблемами. В связи с этим мы решили до конца приема заявок проводить вот такие прямые эфиры, чтобы ответить на все интересующие вас вопросы. Сегодня на все ваши вопросы будет отвечать директор департамента управления проектами Жасулан Бейсенбиев. Мы сейчас ждем его подключения. Құрметті үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, сіздердің сауалдарыңызға бүгін азаматтық бастамаларды қолдау орталығының жобаларды басқару департаментінің директоры Бейсенбиев Жасулан мырза жауап беретін болады. Дәл қазір біз осы кісінің бізге эфирімізге қосылуын күтудеміз. Жалпы егер сіздердің сұрақтарыңыз бар болып жатса, осы сұрақтарыңызды осы эфирде қалдыруыңызға болады. Ал егер белгілі бір себептермен сіз осы эфирге қатыса алмасаңыздар, онда өздеріңіздің сауалдарыңызды осы эфирді біз пост ретінде сақтайтын боламыз. Және сол посттың астына өздеріңіздің сауалдарыңызды қалдыруыңызға рұқсат. Сонымен, так. Техникалық ақаулықтар орын алуда. Так. Қайырлы кеш. Кеш жарық. Жасулан мырза, ең алдымен біз жалпы мемлекеттік грантқа өтінімдер берген кезде жалпы ең алдымен біз жобалардың тақырыбымен танысып алайық. Бүгінгі таңда жалпы үкіметтік емес ұйымдарға мемлекет қандай тақырыптар бойынша гранттарды ұсынуда, олардың бағыттары қандай, жалпы мемлекеттік гранттардың қандай салаларды қамтитындығы туралы бізге айтып берсеңіз. Тағы да қайырлы кеш, Әсем ханым, құрметті үкіметтік емес ұйымдар өкілдері. Жылма-жыл жылдың басында азаматтық бастамаларды қолдау орталығы үкіметтік емес ұйымдарға арналған арнайы конкурстар ұйымдастырылады. Биылғы жылы, 22-ші жылы біздер 10 қаңтар күні жарияладық. 53 тақырып бойынша аталған конкурс 7 ақпанға дейін құжаттар қабылданатын болады. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые представители неправительственных организаций. Традиционно в начале года Центр поддержки гражданских инициатив объявляет конкурс на предоставление государственных грантов для неправительственных общественных организаций. В этом году мы объявились 10 января.
И в течение 20 рабочих дней, то есть до 7 февраля, мы будем принимать ваши заявки на вот, получение этих самых грантов. Хочу отметить, что в текущем году объявлен конкурс по 53 темам на общую сумму более 1,2 миллиарда тенге. В связи с этим мы, как Центр поддержки гражданских инициатив, очень заинтересованы, чтобы огромное количество неправительственных организаций нашей страны, так их по официальным данным в стране у нас более 20 тысяч, из них активно вот, действующих, работающих организаций порядка 4 тысяч, поэтому мы надеемся, что, по крайней мере, большее количество из этих НПО подадут заявки на получение этих самых грантов. Қысқаша осы конкурсымыз жөнінде осы. Жалпы конкурстың тақырыптары жөнінде ақпаратты қайдан алуға болады? Конкурстың тақырыптары жөнінде бізде циsk.kz деген сайтымыз бар. Мен мына комментарийларда жазған комментариімда адресін жазып жібердім. Осы сілтеме бойынша мен қате жазып жіберген сияқтымыз. Кешірім сұраймын. Комментарийларда қалдырып жатырмын. Осы адрес бойынша үкіметтік емес ұйымдар кіріп хабарландыру, гранттар деген бөлім бар. Гранттардың ішінде гранттар туралы хабарландыру деген бөлім бар. Сол бөлімге кірсеңіздер, ең бірінші болып тұратын жаңа пост бұл осы гранттардың хабарландыруы. Сайттың өзінде төмен қарай түссеңіздер, жүктеп алатын құжаттар бар. Сол жүктеп алатын құжаттарын басу керек болады. Сонда сіздер толық гранттардың хабарландыру, яғни тақырыптары, суммасы сияқты құжаттармен таныса аласыздар. Жаңағыдай гранттар жоспары деген құжат бар, соның негізінде құралған. Бұл жерде тақырыбы гранттың қандай өңірде жүзеге асу керек, қандай мақсаттар көзделген, қандай нәтижелер күтіледі, және де ең бастысы қандай сумма бөлініп тұрғаны жөнінде ақпараттың барлығы бар. Менде де не жасап, рұқсат болса біздің көрермендерімізге сұрақтарыңызды комментарийде жазсаңыздар болады деп айтып өткім келеді. Қазірге комментарийлар көріп отқан жоқпыз, тек қана қосылып отқан адамдар. Сондықтан да знаете, как бы представители неправительственных организаций уже проявляют активность свою, и вот поступил такой вопрос от аккаунта КСТ. Здравствуйте, где можно посмотреть условия конкурса? Ну, вы только что как бы на казахском сказали, да, теперь на русском. Да. Так, я еще раз давайте запишу. Адрес нашего сайта это CISC. Это английская аббревиатура нашего центра поддержки гражданских инициатив. Я вот комментарием только что опубликовал. Поэтому можете зайти на этот сайт. И в разделе «Гранты» есть, первым стоит такая кнопка, как «Объявление о грантах». Если зайти по данной ссылке, тогда вот самые первые публикации, что Центр поддержки объявляет конкурс на предоставление государственных грантов. Заходите дальше по ссылке, и вы можете самым внизу скачать полный пакет документов. В текущем году, я еще раз знаю, я повторяться, наверное, не буду, 53 темы, 1,2 миллиарда. Соответственно, это один из таких крупнейших конкурсов, который на данный момент происходит, можно сказать. Мына жерде Ерсайынов деген кісі мұндай сұрақ қойыпты, тақырып қандай деп жазыпты. Бүгін бізде белгілі бір тақырып жоқ, біз сіздердің кез келген сұрақтарыңызға жауап берудеміз. 1 сағат көлемінде сөйлесеміз деген үмітіміз бар. Сұрақтарыңызды осы эфирге қалдырсаңыздар да болады, ал егер белгілі бір себептермен сұрақтарыңызды біздің посттың астына қалдырсаңыздар рұқсат. Өкінішке орай техникалық ақаулықтарға байланысты Жасұлан мырзадан тағы да қосылып көрейік.
Да, друзья, если вы по каким-то причинам не успели поучаствовать в нашем прямом эфире, то у вас есть возможность оставить свои комментарии под постом. Мы этот эфир сохраним у себя на странице. Вот под этим же постом, под прямым эфиром вы можете оставить все свои вопросы. Мы обязательно на них ответим. Ал енді Жасұлан мырза, жалпы конкурсқа кімдер қатыса алады? Осы жөнінде әңгімелесейік. Мен жаңа басымда айтып кеттім, бізде үкіметтік емес ұйымдар деген ұғым бар. Бұл жалпылама бір қоғамдық ұйымдардың бәрін сипаттайтын бір ұғым. Дәлірек айтқанда, біздер бұл заңды тұлға ретінде тіркелген бір қоғамдық бірлестіктер, қоғамдық қорлар, корпоративті қорлар, жеке қорлар, заңды тұлғалар бірлестігі сияқты осындай қоғамдық мүддені көздейтін коммерциялық емес ұйымдар. Осы заңды тұлғада тіркелген бірлестіктердің бәрі үкіметтік емес ұйым болып саналады. Сондықтан да бұлардың бәрі де осы гранттарға, Қазақстан Республикасында тіркелген осы ұйымдардың бәрі де осы гранттарға тапсыратындай мүмкіндіктері бар. Алайда белгілі бір маңызды бір шектеулердің бірі бар. Мен да біздің отқан әріптестеріме естеріне сала кетейін, осыдан қателесуім мүмкін, бір 3-4 жыл бұрын заңдарға өзгерістер енгізіп, міндетті түрде барлық Қазақстан Республикасында тіркелген қоғамдық ұйымдар үкіметтік емес ұйымдардың деректер база данных дейді, база данных МПО деректер қорына тіркелу заңмен міндеттелген болатын. Яғни Қазақстанда тіркелген барлық жаңа айтқан қоғамдық ұйымдар міндетті түрде әр жылдың 31 наурызына дейін өздерінің қызметі жөнінде есеп тапсыру керек. Қандай қызмет дейміз? Ол біріншіден ұйымның штаттық қызметкерлері, ұйымның жасап жатқан жұмыстары, жобалары, қаржы көздері сияқты басқа да осындай маңызды ақпараттар. Биылғы жылы, бірақ мысалға көптеген сұрақтардың бірі, біздер 21 жылы жұмыс жасаған жоқпыз дейді бір ұйымдар айтады. Біздер қазір тапсыра аламыз ба? Әрине тапсыра аласыздар. Мына біздер 21 жыл аяқталды ғой, енді сіздер сол деректер қорына ақпаратты 22 жылы 21-дің қорытындысы бойынша тапсыра аласыздар. Мен ол қорға қалай, деректер базасына қалай не тапсыру керек, мен ол үшін комментариялардан info.npo.gov.kz деген сайттың сілтемесін қойып жатырмын. Осы сілтеме бойынша кіресіздер. Және де әрбір ұйымның ЭЦП кілті болады ғой, сол ЭЦП кілті арқылы ресми кіріп, бұл порталға соның ішінде есепті толтыру деген кнопка батырша бар арнайы, соған кіріп, ар жағы оп-оңай, нақты қанша адам штатта жұмыс жасап жатыр. Егер де жұмыс болмаса, онда ешқандай жұмыс жоқ деп 0 санды көрсетесіздер. Қаржы айналымы болды ма, қандай жобалар жүзеге асты деген сұрақтардың бәріне толтырып жазу керек болады. Сондықтан да бұның ешқандай қиындығы жоқ. Егер де мысалға бұрынғы жылдары қызмет жасамай, ешқандай да бір жобалардың жүзеге асуы болмаған ұйымдар болатын болса, қазірдің өзінде осы деректер көзіне ақпарат тапсырып, осы гранттық конкурстарға қатысатындай мүмкіндік ала аласыздар. Продублировать на русском или... Хорошо, продублируйте обязательно, да. Да. И, уважаемые коллеги, вот все неправительственные организации, под неправительственными организациями мы понимаем в первую очередь организации, которые имеют статус общественных объединений, общественных фондов, корпоративных фондов, частных фондов и объединений юридических лиц, так называемые ОЮЛ. Все эти организации относятся к неправительственным организациям, соответственно, они имеют право участвовать в подобных конкурсах на предоставление государственных грантов. Один момент, который нужно отметить, вот года 4-5 назад в стране были внесены изменения в законодательство о некоммерческих организациях. В связи с этим каждая НПО, это организации в таком статусе, должны ежегодно сдавать отчетность, так называемую базу данных НПО. Ссылку на эту базу я вот в комментариях оставил, она называется info.npo.gov.kz. По данной ссылке вы можете пройти, с помощью ЭЦП-ключа заполнить там вопросник, очень достаточно несложные вопросы, и тем самым уже вы окажетесь в этом реестре неправительственных организаций. Заполняя сейчас, вы уже автоматом попадаете под условия нашего грантового конкурса, тем самым можете смело принимать участие.
Көрермендерімізден сұрақ келіп түсіпті. Үкіметтік емес ұйымдардың ішіне жеке кәсіпкерліктер кіреді ме деген сұрақты қойыпты. Өкінішке орай жоқ. Жаңа айтып кеттім, коммерциялық емес ұйымдар, яғни қоғамдық бірлестіктер, қоғамдық қорлар, корпоративті қорлар, жеке қорлар және де заңды тұлғалар бірлестігі. Осы 5 заңды және де частные учреждения деген бір ерекше кездесетін фондтар бар, ЧУ дейді. Олар да қоғамдық негізде құрылған ұйымдар, бірақ жеке бір дара жобаларға арналған ұйымдар. Қазір олар өте сирек кездеседі, бірақ сондай нақты 6 түр бар қоғамдық ұйымдардың заңды түрі, солар біздің конкурсқа қатыса алады. Жеке кәсіпкерлер, ТО, ИП деген ұйымдар қатыса алмайды. Келесі сұрақ. В списке необходимых документов не было справки о наличии счета в банке. Она обязательная? Вот такой вот вопрос вам задали. В списке необходимых документов не было справки о наличии счета в банке. Она обязательная? Насколько я знаю, нет. Я могу ошибаться, давайте я сейчас могу сейчас быстренько проверить, но это не является тем документом, который является основой, потому что в конкурсной заявке в первую очередь принимаются документы, которые должны оценить организацию, непосредственно сам проект, который они подготовили. То, что связано с банковскими реквизитами, наличием счета, этот документ мы будем в любом случае более точно запрашивать на этапе, если эта организация окажется победителем, и мы будем готовы заключить непосредственно договор на предоставление государственных грантов. В этом случае мы будем уточнять реквизиты и иные такие важные моменты, которые непосредственно описывают организацию. Но на момент подачи документов это не является обязательным документом. Давайте тогда скажем нашим представителям неправительственных организаций, все-таки какие документы нам нужно сдавать, чтобы участвовать в конкурсе государственных грантов. И их тілде жауап берсеңіз. Рахмет. Қазақ тілінен бастайық. Гранттық конкурсқа өтінім білдіру үшін жаңағыда ең басты біздер шештік, ол қоғамдық ұйым болу керек. Екіншіден, енді ниет болу керек деп ойлаймын, тапсырам, жасай алам деген. Содан кейін барып құжаттардың ішінен біз бірнеше қосымша жалғадық біздер. Жаңағы айтқан сілтемемен өтетін болсаңыздар, қазақ тілді нұсқасында да, орыс тілді нұсқасында бізде 5 негізі қосымша құжат бар, оларды толтыру. Ең бірінші қосымша бұл 5-ші қосымша деп аталады. Реттік саны бір болғанмен де, бірақ құжаттардың ішінде 5-ші қосымша бұл конкурсқа қатысу үшін өтінім нұсқасы. Бұл жерде ұйымның атауы және де қандай тақырыпқа қатысайын деп жатқан жөнінде көрсетесіздер. Екінші бұл жаңағы өтінім білдіріп жатқан ұйымның анкетасы. Бұл жерде ұйымның атауы, қызметі сияқты, негізгі басшының атауы сияқты мәліметтер көрсетіледі. Үшінші бұл кезектісі бұл сведения о потенциальном заявителе, яғни әлеуетті грант иегерінің жөнінде мәліметтер. Бұл жерде еңбек өтілі, қандай жобаларды бұрын жүзеге асырды, қандай ресурстары бар, адами ресурстары бар, қандай мамандар тарттырайын деп жатыр, яғни сияқты ұйымның негізгі әлеуетін анықтайтын қосымша. Және де негізгі қосымша, төртінші бұл әлеуметтік жобаның маңыздысы. Бұл енді ең бастысы толтырып, яғни бұл жерде тақырыпты ашатын, қандай жобалар ұсынғыларыңыз келеді, қандай шаралар өткізгілеріңіз келеді, қандай мерзімде сияқты, бұл бірнеше ішінде арнайы кестелерден тұрады, сол кестелердің бәрін нақтырақ толтыруыңыз керек. Және де 5-ші бұл қосымшалардан бұл қаржылық смета. Бұл жерде қандай шығындар көзделген, адамдарға жалақы шығындары, жаңағы материалдық шығындар, және де тікелей шараға жұмсалған шығындар. Бұл толтыратын құжаттарға қатысты. Ал енді ұсынатын құжаттарды айтатын болсақ, бұл алдымен құрылтайшы жөнінде, яғни устав, ұйымның уставының көшірмесі, бухгалтерлік баланс, соңғы осы 21-ші жылға қандай қаржы айналым болу жөнінде, бұл бухгалтериядан 11-тен шығаратын құжат, бухгалтерлік баланс. Және де егер де жобада ұйым өзінің жеке бір әлеуетін
қолданатын болатын болса, бізде жаңағыдай өзінің жеке үлесі жөнінде құжаттарды беру керек. Мәселен, кейбір ұйымдар конкурсқа тапсырарда біздер өзіміз бұл қаражаттан бөлек өзіміз басқа да бір көздерден қаражат тартамыз, немесе өзіміздің осындай ресурстарымызды пайдаланамыз деп хабарлайды. Вот соны дәлелдейтін құжаттарды да жалғау керек болады. Так, в принципе, вот это давайте я продублирую на русском. Как мы уже отметили, основное, все, что необходимо, это наличие вот общественной организации. Второе, это наличие в базе данных НПО. Основные пункты. Далее у нас нужно будет заполнить 5 ключевых приложений, которые имеются на нашем сайте в самом тексте объявления. Это первое, заявление на участие в конкурсе. Это есть специальная форма на одном листе А4. Там нужно будет указать наименование организации, тему гранта, на которую вы подаетесь, и, соответственно, дальше просто подписать эту форму с печатью, просканировать и так далее. Следующее – это анкета заявителя. Это тоже очень простая форма. Там всего лишь нужно заполнить анкетные данные. Это название организации, название руководителя, адрес и так далее. То есть бухгалтер, это информация о бухгалтере и так далее. Следующее приложение, давайте, чтобы... Следующим приложением является... ну вот на анкете также вот стандартный это вот БИН организации, фактический адрес, штатное количество сотрудников, привлекаемые волонтеры, фамилия, имя первого руководителя и бухгалтера. Следующее, номер 7 приложение, это сведения о потенциале заявителя. Здесь, в этом приложении, вы должны описать вот сами возможности этого НПО. Это в первую очередь, конечно же, его опыт. Так, сразу хотим отметить, что преимущественно у нас гранты получают организации, у которого есть большой в плане срока, в плане продолжительности, и второе, качественный опыт. То есть НПО, которые делали очень хорошие проекты, успешно это делали и делали, в принципе, на достаточно продолжительное время. Но при этом это ни в коем роде не исключает того, что новые организации не могут получить этот грант. У нас, в принципе, есть достаточно успешные опыты, когда организации, которые создавались только несколько лет назад, но при этом очень грамотно подготовили свою документацию, показали свои ресурсы, свои кадровые ресурсы, качественно сделали проект и тем самым стали победителями. Поэтому опыт, конечно, важно, но это не ключевой фактор. Следующий вот в этом приложении это как раз-таки непосредственно про те кадры, которые вы хотите привлечь в проект, это непосредственно опыт самого руководителя, проектной команды. Это достаточно важно. И зачастую наши эксперты обращают на это достаточно важное внимание. Также в этом приложении описывается, в принципе, все, наверное. Да? Здесь какие-то материально-техническая база организации, если есть помещение, какая-то оборудование, то тоже можно указать в этом приложении. И следующее приложение, это вот 8 по номеру, это непосредственно сам проект. Каким вы его видите, цели, задачи, территориальный охват, целевая группа, ожидаемые результаты, какие мероприятия вы хотите провести в рамках этого проекта, каким образом хотите достичь этих целей и задач, которые запланированы. Также там есть важные моменты, связанные с мониторингом проекта, с календарным планом, риски, информационная деятельность, как вы будете освещать проект и так далее. Следующим приложением является приложение номер 9, это смета расходов по реализации социального проекта. Здесь наиболее ценится смета, которая расписана максимально детально. То есть все статьи расходов, вплоть до условных единиц закупа тех или иных, допустим, условных канцелярских товаров. Если это будет прописано, тем лучше, чем детальнее эта смета будет сделана. То есть сметы, которые там общими словами обозначают там, зарплата, там, продукты и так далее, это, наверное, будет иметь меньше шансов на, скажем так, на успех. В принципе, это вот основные документы, которые нужно будет предоставить, именно заполнить. Также для подачи нужно будет предоставить копии следующих документов. Это в первую очередь копия учредительных документов. Это, конечно же, устав, в первую очередь, организации. Бухгалтерский баланс на прошедший год, это 2021, который там с 1С вытаскивается. И в случае, если заявитель обозначает, что у него есть какой-то собственный вклад в проекте, это может быть денежный
вклад, либо какой-то ресурсы организационные, кадровые и так далее, то он должен документально подтвердить именно свой вклад. Это вот базовые документы, которые нужно будет предоставить. Үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері белсенділік танытып отыр, бізге сұрақтарын жаудырып отыр. Солардың бірі, жылына қанша рет конкурс жарияланады дейді Мақпал есімді қолданушы. Рахмет сұрағыңызға, Мақпал. Бізде 2021 жылы 4 рет жарияладық. Ол негізгі конкурс жылдың басында, осы қаңтар айында жарияланып, ақпан айында жеңімпаздар анықталған болатын. Екінші конкурсты біздер сәуір айында жарияладық, кезектісі маусым, және де қорытынды конкурсты қателеспесем шілде айында. Бірақ та бір нәрсе ескерту керек, былтырғы жарияланған 4 конкурс, бұл жалпы 53 тақырыптан тұратын тоже. Биыл министрліктің тапсырысы ғой бұның бәрі, ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің. Сондықтан да министрлік бұл тақырыптарды кезең-кезеңге бөлмей, бізге бәрін жылдың басында бір жариялайтындай мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан да қазіргі таңда біздер оны нақты айта алмаймыз, бірнеше тағы да конкурстар болады деп. Бірақ өткен тәжірибеге сүйенсек, бұл қазіргі таңда негізгі конкурс. Сондықтан да келесі конкурс болмауы да мүмкін. Өйткені негізгі тақырыптардың бәрінде олар сразу бір немен, бір конкурспен жариялауды министрліктер шешіп отыр. Біздің орталықтың қызметі жөнінде бұдан бұрын білмейтін әріптестеріме айта кету керек. Біздер осы мемлекеттік оператор болып табыламыз, гранттар табыстайтын қоғамдық ұйымдарға. Біздің негізгі тапсырыс беруші бұл ақпарат және қоғамдық даму министрлігі. Олар қаржыландыру бөледі, біздер осындай конкурс жариялаймыз, ұйымдарды шақырамыз, және де осы жүзеге асуына жәрдем беріп, мониторинг жасап, осы сәтті әлеуметтік жобаларды жүзеге асуын ұйымдастырамыз. А вот такой вот вопрос: можно ли предлагать свою тему проекта, так как из 53 тем ни одна полностью не описывает нашу деятельность, или можно ли взять несколько тем? Спасибо за вопрос. Очень актуальный вопрос, на самом деле. Очень многие неправительственные организации обращают на это внимание. В принципе, это возможно. Ежегодно, в течение года, мы, как оператор, и Министерство информации и общественного развития, как государственный орган, собирают предложения с представителей неправительственных организаций. Это не так, что вот министерство одномоментно захотело и какой-то дедлайн поставило, дайте нам предложение. Эти предложения поступают круглогодично. Это в течение года вы можете свободно через портал электронного правительства, либо непосредственно через официальное обращение, письменно, вы можете направить свои предложения по тем или иным темам. В конце года, это стандартно где-то в ноябре, в начале декабря, министерство собирает все эти темы, которые поступали в течение года, и, исходя из своих приоритетов, из общественного запроса, из основ государственной политики, они формируют так называемый план этих самых грантов. Многие предложения, которые были в течение года собраны, вот они отражены в текущем плане грантов, который мы сейчас разыгрываем. Поэтому сейчас, скорее всего, вот буквально, не знаю, в ближайшее время ваши предложения, я не могу сказать, что они будут услышаны и сразу же объявлены, но вы можете сейчас направить свои предложения, и к концу года министерство все это саккумулирует, и, возможно, ваши предложения лягут на основу плана грантов уже 2023 года. Мынандай бір сұрақ келіп түсіпті: волонтерлық бағыттарда конкурс жарияланды ма? Конкурс жарияланғанын енді білеміз, ал сіздің тартқан волонтерлық жобалар туралы айтып берсеңіз. Волонтерлық жобалар бізде қателеспеу үшін бізде 8 тақырып бар. Енді асықпай айтып кетуге болады шығар. Бізде елімізде біргеміз деген жалпы ұлттық бір қозғалыс осыдан 2019 жылы еріктілер жылы қарсаңында жарияланған болатын. Ол бойынша әртүрлі бағыттар бойынша еріктілер қызметін дамыту болады. Сұрақ қай тілде болды, кешіріңіз сен? Қазақ тілінде. Сұрақ қазақ тілінде болды. Волонтерлық бағыттарда конкурс жарияланды. Конкурс жарияланғанын білеміз ғой, бірақ бізге осы волонтерлық жобалар толығырақ ақпарат беріп өтіңізші.
иә, сол 2019 волонтерлар жылы болған, бәріңіз білесіздер. Содан бері бізде тұрақты 8 үлкен бағыт бар. Ол жаңағы біргеміз деген жалпы ұлттық бір қозғалыс. Соның ішінде біргеміз білім, яғни білім саласындағы еріктілерді дамыту, біргеміз саулық, бұл жаңағы денсаулық сақтау саласындағы еріктілікті дамыту, біргеміз қамқор, үлкен кісілерге жәрдем көрсету, біргеміз таза әлем, экологиялық еріктілер сияқты, сөйтіп 8 үлкен бағыт бар. Жылма жыл осы бағыттарға ауқымды қаражат бөлінеді. Үкіметтік емес ұйымдар өздерінің құжаттарын тапсырып, сөйтіп жеңімпаз болып жүзеге асырып келе жатыр. Бірақ биыл бір ерекшеліктер бар. Биылдан бастап осы 8 еріктілік біргеміздің жобаларының бәрі 8 бөлек-бөлек, бұл тақырып бөлек-бөлек гранттар, әрқайсысының көлемі 20, 25, 28 миллионды құрайды. Бұл бір жылға. Биылдан бастап осы жобалар 3 жылдыққа айналып жатыр. Яғни осы 22 жылы құжат тапсырып жеңген ұйым, қоғамдық ұйым, бұл 3 жылға осы грантты автоматты иегері болады. Яғни 22-де жүзеге асырады, автоматты түрде бұл келісімшартты созамыз 23-те және 24-те. Яғни 3 жыл қатарынан бұл жобаны үзбей бір ұйым жасайтындай мүмкіндік алып отыр. Бұның ерекшеліктері көп, өйткені біздер қоғамдық ұйымдардың көбі біледі, әдетте мына мемлекет жариялаған конкурстар наурыз айында басталады да қарашада аяқталады. Яғни желтоқсан қыстың айлары ұйымдарда ешқандай жұмыс болмай қалады. Ал осындай 3 жылдық жобалар желтоқсан, қаңтар, ақпан айларында да қызметті тоқтатпай жүзеге асыратындай мүмкіндік береді. Сондықтан да осындай мүмкіндік осы жылдан бастап ашылып жатыр. Ұйымдардың бәрін осыған қатысуға шақырамыз. Құжат тапсырарда көп сұрақтар бар. Бір жылдың жобасын ұсынамыз ба құжаттарын, әлде 3 жылға ма деп. 3 жылға 3 жылдығын толықтай жазу керек па? 3 жыл бойы қандай жұмыстар жасағыларыңыз келеді, ұсыныстарыңызды сияқты. Мына жерде жаңа бір әріптестер жазып отыр да, 20-шы жылы еріктілер жылы болды деп. 20-шы жыл ме? Мен 19 деп жүрмін. Қателеспесем, жастар жылының жалғасы ретінде 2020 жылда. Иә, 19 жыл жастар жылы, келесі жылы еріктілер жылы. Кешірім сұраймыз, 20 жылы. А вот Оксана Павлицкая интересуется: в случае несогласия с итогами конкурса, куда можно обратиться? Как вы знаете, вообще процесс оценки, он очень важный, и, к сожалению, не всегда удается находить такую золотую середину, и большинство из организаций, которые подают, не все могут стать победителями, это известно, поэтому у нас, как мы организуем, чтобы все эти процессы были прозрачны? У нас, согласно правилам, я думаю, вот, Оксана, вы, насколько я знаю, вы наша коллега и не первый раз участвуете, существуют независимые эксперты, которые совершенно прозрачно выбираются, формируется реестр, из этого реестра формируются экспертные комиссии по различным направлениям грантов. Буквально вчера мы методом случайного отбора выбрали членов комиссии на 2022 год. И право оценивать проекты – это сугубо прерогатива наших экспертов. Конечно же, вы можете обратиться к нам, к оператору и непосредственно министерству в случае, если оценки наших экспертов вас не удовлетворят. На данный момент непосредственно процедуры обжалования либо пересмотра в наших правилах, они четко не обозначены, но эти предложения к нам поступили, и я думаю, что в ближайшем изменении этих правил мы более подробно это распишем. Но на данный момент мы полностью доверяемся нашим экспертам, которые, хотел бы отметить, с этого года мы будем проводить их тщательное обучение, как по системе оценки грантов, так и по самим грантовым темам. Соответственно, мы стараемся минимизировать возможные какие-то там ошибки, я не знаю, либо какой-то субъективизм со стороны наших экспертов. Но, тем не менее, я хочу отметить, эти эксперты при оценке не знают, какая организация в данном случае подала эту заявку. Это эксперты оценивают сугубо проектную часть заявки.
И у нас существует также на нашем сайте критерии оценки, то есть на какие вещи обращает внимание эксперт и какие оценки ставит. Это все тоже утверждено специальными нормативными документами, это все есть на нашем сайте. Поэтому вот, я понимаю, да, вопрос очень щепетильный, но я думаю, что мы в целом идем в таком правильном направлении. Спасибо. Келесі сұраққа кезек берейік. Конкурсқа қатыспаған ұйымның жалпы тәжірибесінің болмауы, яғни бұған дейін конкурсқа қатыспаған болса ұйым, бұл белгілі бір ретте конкурстың нәтижесіне әсер етеді ме? Бұл жаңа ғана айтып кеттім, біздің конкурстың жеңімпаздарды анықтайтын тәуелсіз сарапшылар. Ол сарапшылар біздің орталықта қызмет етпейді. Олар басым көпшілігі осы қоғамдық ұйымдардан, білікті мамандардан құралған. Бірнеше жыл тәжірибесі бар. Соның ішінде биыл бізде жартысына жуығы сарапшыларымыздың бұл академиялық саладан, яғни жоғарғы осы белді, еліміздегі белді жоғары оқу орны, университеттердің белді профессорлары, ұстаздары, осы әлеуметтік ғалымдармен айналысатын, әлеуметтанушылар, саясаттанушыларды шақырғанбыз. Көп адамдарды осы тізімдегі, менің ойымша, сіздер танисыздар, осы елдің көзінің алдында жүрген азаматтар. Осы азаматтар баға қояды. Бағалаудың өзінің жүйесі бар. Яғни әрбір тармақ бойынша сарапшылар өзіндік 1-ден 5-ке дейін, 1-ден 10-ға дейін деп белгіленген бағаларды қояды. Соның ішінде әрине мен бағана да айтып кеттім, еңбек өтілі, ұйымның еңбек өтілі, жасаған жобалары, яғни ұйымның тәжірибесі өте маңызды факторлардың бірі. Бірақ тәжірибе жоқ деп бұл жерде қатыспау негіз емес. Өйткені біздің тәжірибеде осы өткен жылдарда тәжірибесі аз немесе тәжірибесі жоқ ұйымдарды да алған сәттер болды. Бұл ең бастысы басқа көрсеткіштерден жақсы ұпай жинау керек. Алдымен бұл жобаны сәтті жазу. Яғни жобаны жазған сәтте сіздер мейлінше ғылыми деректерге, ашық деректерге, белгілі бір сандық көрсеткіштерге назар аударып, сапалы дүние жазатын болсаңыздар, жақсы жоба жазатын болсаңыздар, бұл тәжірибеден де кейде басымдырақ болып кетеді. Сондықтан да мейлінше осындай мәселелерге назар аударыңыздар. Екінші мәселе, тәжірибе болмаса да қазір осы жобаны жүзеге асыруға тарттырып отқан мамандардың біліктілігі болуы мүмкін. Қазір мысалға сіздер еңбек өтілі жоғары маманды осы жобаның командасына тарттырып отқаныңызды дәлелдеуіңіз керек. Оның бәлкім ғылыми дәрежесі болатын шығар. Оның бәрі де әсер етеді жақсы бағалауға. Сондықтан да осылай, әріптестер, бұл. Следующий вопрос поступил от Варвары, касаемо формата подачи заявки. В каком формате необходимо подавать заявку, бумажный или электронный, или достаточно только одного формата? Да, добрый вечер. Мы в объявлении написали, согласно нашим правилам, и указали то, что мы хотели бы, написали требованием предоставить обе варианта документов, то есть на бумажном и электронном. Но однако сегодня по запросу ряда неправительственных организаций мы это требование, можно сказать, немного видоизменили. Мы для того, чтобы официально зарегистрировать заявку, достаточно будет отправить всю эту документацию, все приложения, все эти документации, которые указаны обязательными, в сканированном варианте на наш электронный адрес, который указан в самой заявке. Это grants@cpgi.kz, cisc.kz. Соответственно, если есть в бумажном варианте, если есть обе варианта, это, конечно же, замечательно, но достаточно и направить на электронный адрес. При этом важно, чтобы все приложения, вся документация должна быть заполнена, отсканирована, со всеми печатями, подписями и уже направлена на адрес. То есть мы будем смотреть непосредственно на заполненность всех пунктов и непосредственно наличие там подписей, печати и так далее. Бір үкіметтік емес ұйым бірнеше әр саладан жобалар ұсынуына бола ма бір уақытта деп сұрақ қойыпты. Бұл сұрақтың жауабын сіз орыс тілінде айттыңыз, енді қазақ тілінде түсіндіріп берсеңіз. Бір ұйым бірнеше гранттарға әрине тапсыра алады.
бәріне де тапсыра аласыз елу үш тақырыптың, оған шектеу жоқ. Бірақ бұл жерде бір ұйым бір тақырыпқа екі бөлек заявка бере алмайды. Ондай да жағдайлар болады. Мысалға бір ұйым, мысалға қандай жобамыз, біргеміз білім деген жоба бойынша да 28 миллион бөліп тұр, бір жоба жазады, яғни осы жобаны мен осындай қылып ұйымдастырамын деп. Сосын тағы осы тақырыпқа екінші түрлі басқа шаралар жазып жібереді екі заявкада, ол қабылданбайды. Бірінші түскен заявка осы тақырып бойынша қабылданады. Ал басқа тақырыптарға конкурстың аясында 53-тің бәріне де бір-бір өтінімнен бере аласыздар. А вот скажите, пожалуйста, уточните, бумажный вариант теперь не нужен, получается, или как? Там спрашивает. Да, это не обязательно, да. Скажем так, это не обязательно. Достаточно того, что вы отправите на электронный адрес. Но при этом, если вы отправите бумажно, то это ни в коем роде... Мы только приветствуем, я хочу сказать, то, что в любом случае мы это все будем распечатывать, мы будем это в архиве нашем хранить, поэтому... Мы почему отказались? Потому что в первую очередь мы хотим, чтобы гранты были доступны в регионах, в том числе и в селах. А непосредственно направить заявку, распечатать, направить через почту, это все-таки тоже определенные материальные затраты. Зачастую уже время приближается, организации только-только начинают заполнять, приходится не стандартный, достаточно дешевый Казпочты направлять, а уже приходится платить за более быструю доставку. Это стоит уже достаточно больших денег. Исходя из этого, мы хотим, чтобы гранты были доступными, и мы отказались от бумажной версии. Келесі сұрақ, ұйым емес, жай ғана ЭСП төлеп отырған адамдар қатыса алады ма дейді конкурсқа? Қайырлы кеш. Бұл жоқ, бұл енді заң бойынша осы үкіметтік емес ұйымдарға қаралған гранттар. Ал бірақ жаңағыдай ЕСП төлеп отқандар бұл жаңа өз-өзін жұмыспен қамтып отқан самозанятый категория ғой. Бізде қазір бұйырса осы қаңтар ақпан айларында конкурстық рәсімдеу бәрін аяқтаймыз. Содан кейін наурыздан бастап жобалар жүзеге асады. Мен бір нәрсені айта кеткім келеді. Біздің әр 53 жобаның ішінде 10-15 жобаның да кіші гранттар деген ұғым бар. Яғни мысалға ауылдық жерлерде азаматтық белсенділікті арттыру деген жоба бар. Ол үлкен жоба, 40 миллионға жуық қаражат бөліп тұр. Оны ұтып алған ұйым өз кезегінде біздің талаптарға сәйкес Қазақстанның барлық аумағында кіші гранттар байқауын ұйымдастырады. Яғни уже басқа конкурс ұйымдастырады да, бұл жерге соның ішінде тіркелмеген, яғни жай азаматтық белсенділер де қатыса алады. Яғни біздер оны бастамашыл топ дейміз, инициативная группа. Егер де өзіңіздің елді мекеніңізде осы елді мекенді көркейтуге бір бағытталған ойларыңыз, бастамаларыңыз, бір идеяларыңыз болатын болса, сол идеяларыңызды жолдап, бұл енді екінші кезекте болады. Мен қазір көп ештеңе айта алмаймын. Бұл шамамен сәуір, мамыр айларында ол конкурс жарияланады. Сол кезде азаматтық белсенділер, жай жеке тұлғалар да қатысып, өзінің осындай бір идеяларын жүзеге асыратын мүмкіндік болады. Оның бәрін біздер осы әлеуметтік желілерде бәрін хабарлап отыратын боламыз. Сондықтан да осы бақылап жүрсеңіз көре аласыз. Түсінікті. Жасұлан мырза, менде мынандай бір сұрақ бар. Сіз жаңа жалпы конкурсқа кімдердің қатыса алатынын айтып бердіңіз, иә? Ал қандай үкіметтік емес ұйымдар конкурсқа қатыса алмайды? Бұл жөнінде де бізде бір... Да, какие НПО все-таки не могут участвовать в конкурсе на предоставление государственных грантов. Вы все-таки рассказали о том, что какие НПО могут участвовать, а какие все-таки не могут. Вот об этом расскажите. Ну, это только два случая. Это случаи, если общественная организация не сдала своевременно отчет в базу данных НПО. Здесь тоже два случая. Либо вообще не сдала, и в том числе те, кто не своевременно сдали. Поэтому это вот первый случай, это связано с базой данных НПО. Второй случай, если организация находится на стадии банкротства или вот закрытия. Эти организации, которые запущен процесс ликвидации, они уже не могут подпадать. Мы
это все будем проверять, когда будет рассматриваться вот техническое соответствие. Поэтому вот два случая, когда организатор вообще не может податься. Мгм. Сұрақтарыңыз бар болса, құрметті үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, біз сіздердің сұрақтарыңызды күтудеміз, осы жерге жолдай аласыздар. Ал егер ондай мүмкіндіктеріңіз болмаса, онда біз бұл эфирді өзіміздің парақшамызда сақтайтын боламыз. Эфирдің, яғни пост ретінде сақталған эфирдің астына өздеріңіздің сұрақтарыңызды қажетті жауаптарыңызды алуға толық мүмкіндіктеріңіз бар. Да, если вы не успели посмотреть наш прямой эфир или по каким-либо причинам не участвовать в нашем прямом эфире, у вас есть возможность оставить все ваши вопросы под нашим постом. Мы сохраним этот эфир. На все ваши вопросы, надеемся, мы ответим. Следующий такой вот момент. Я хочу, чтобы вы напоследок рассказали всем представителям НПО, до какого числа у нас будет продлен прием заявок. Жалпы құжаттарды мемлекеттік грантқа конкурстың, яғни құжаттарды қабылдау мерзімі қашан аяқталады, қашанға дейін өз құжаттарын жолдай алады біздің үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері. Рахмет. Конкурс был объявлен 10 января и продлится до 18:00 7 февраля. То есть мы будем рассматривать все заявки, которые поступили до 6 часов вечера 7 февраля. До этого времени вам нужно будет отправить минимум на электронный адрес вашу заявку. В принципе, а бумажный носитель, как мы уже сегодня ответили, мы, наверное, дополнительно это завтра публикации сделаем, чтобы все наши уважаемые НПО это услышали, то, что мы остановились на том, что организация может сама выбрать один из способов отправки заявки. Это либо бумажная заявка, либо заявка на электронный адрес нашего центра. А если все-таки организация не успела отправить заявку в установленные сроки, будет ли принята заявка к рассмотрению? К сожалению, нет, это четко регламентировано правилами предоставления грантов, утвержденными министерством, поэтому мы, к сожалению, не сможем это рассмотреть. Я предлагаю, как мы сегодня айтып өткендей, күн сайын эфирге шығып, осы 7 ақпанға дейін күнделікті мәселелерді осы гранттық конкурсқа қатысты талқылау. Завтра мы, наверное, обсудим непосредственно сами темы грантов. Как я уже сказал, 53 темы, это достаточно много, поэтому мы это разобьем на несколько дней. Первый день, наверное, будем рассматривать непосредственно волонтерские проекты, дальше проекты, связанные с молодежной политикой, дальше проекты, связанные с гражданской активностью. И вот на каждый день в течение получаса, часа мы будем обсуждать, что подразумевается под этими грантами, какие мероприятия вы можете туда написать, что непосредственно заказчик в лице государства ожидает от той или иной заявки, того или иного вот гранта. Поэтому кейінге де бірдеңе қалдырайық дегенсіз, оставим еще какие-то вопросы на завтра. Я думаю, уважаемые наши коллеги смогут как-то подумать над этим. Какие-то вопросы могут всплыть за это время, поэтому просим быть активными. Спасибо. Құрметті Жасұлан мырза, сізге өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Осылай эфирімізге қатысып, жалпы үкіметтік емес ұйымдардың өкілдеріне мардымды жауап бергеніңіз үшін сізге көптен көп рахметті. Сонымен, құрметті көрермендер, біз бүгінге өз эфирімізді тамамдаймыз. Бізбен болғандарыңыз үшін сіздерге де көптен көп рахмет. Міндетті түрде бұл эфирді сақтайтын боламыз. Өздеріңіздің сұрақтарыңызды осы посттың астына, эфирдің астына қалдырсаңыздар болады. Уважаемые друзья, мы с вами на этом прощаемся. Каждый день будем теперь выходить до 7 февраля, до окончания приема заявок на участие в конкурсе. Будем вас ждать, обязательно присоединяйтесь.